Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Биылғы 2021 жыл әлемді бір сәтке өзіне бағындырған COVID-19 эпидемиясының жалыны сәл әлсіреп, барлық халықаралық іс-шаралар толық өткізілген алғашқы жыл болды десек жалған болмас. Биылғы жылы барлық топ чемпионаттар мен турнирлер толық өткізіліп, жанкүйерлер стадионға оралды. Ағымдағы жылда әлемдік футболдың басынан бірталай әртүрлі жағдайлар өтті. Оның бірі қуанышты, ал бірі қайғылы жаңалық болса да, футболдың биылғы ақ пен қарасы бізге өте қызықты эмоциялар сыйлай білді. Бүгінгі бейнероликте 2021 жылдың басты оқиғаларын қорытындылайтын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен әдеттегідей топ чемпионаттардың екінші жартысынан бастасақ, ағылшын премьер лигасында Сити маусым басындағы мықтылап ұстанған тізгінін соңына дейін жібермей, 7-ші чемпиондық жүлдесін ұтты. Кейінде ғана орнынан босатылған Оле Гуннар Сульшарды ешкім бағаламаса да, өткен маусымда ол MU-ге күміс жүлдені сыйға тартса, маусым бойы командасынан жартысы жарақат алып қатардан шыққан Юрген Клоп әйтеуір жоқтан бар жасып ішті келікті. Бір ғана патшасы бір Бундеслигада әдетінше Бавария үстемдік етсе, француздық лига бір барлығын таң қалдырды. ПСЖ соңғы турға дейін сенімді келе жатса да, маусымнан соңғы ойындарын париждіктер көтере алмай, жылдық сериямен келе жатқан чемпиондық жүлделерін Лильге ұстатып қойды. Десе де қазіргі таңда барлық галактикосты жинап алған ПСЖ екінші орындағы клубтан 10 ұпай айырмашылықпен үстемдікпен келеді. АПЛ мен Бундеслигада да өткен жылғы чемпион әзірге кестені тізгіндеуде. Ла Лигада өткен маусымда Диего Симеоне автобустан да басқа стратегия көрсете алатынын дәлелдеп, Реал мен Барсаның гегемониясын тоқтатты. Өткен маусымда көмес тұтқан патшал клубты биыл Анчелотти тізгіндеп, олар биыл Ла Лигада үстемдік етіп чемпиондыққа жақын жүрсе, қолан ұтқан Барселона әзірге құлдырау циклын басынан кешіп 7-ші орыннан аса алмай келеді. Дебюттық маусымында еш нәрсе көрсете алмаған Рональд Куманға екінші мүмкіндік берілмей, клубты Хави қолға алды. Десе де әзірге ол да ғажайып нәтижелер беріп жүргені шамалы. Италияның А сериясы да өткен маусымда Ювентус жанкүйерлері үшін өте қиынға соқты. Бір кездері Италия чемпионатының Бавариясы сияқты саналған Юве ойыншыларының төрттікке іліккендеріне қуанғандарын көрген, оларға оңайға түспеді. Антонио Конте жеке хейтерлерінің аузын жауып, чемпионатты ұтып Еуропа лигасының финалына шықты. Десе де қазіргі таңда да оны алмастырған Симеоне Инзагидің Интерде, Лукакуды, Хакимиді, тіпті Эриксонды жоғалтса да кестені тізгіндеуде. Ал басты көшбасшысын жоғалтқан Юве әлі де төрттікке іліге алмауда. Чемпиондар лигасының өткен маусымында әдеттегідей ғажайып матчтер мен тартысты дуэльдерге толы болды. Финалға екі ағылшынды клуб шығып, нәтижесінде лондондықтар сәл басымдырақ танылды. Ал Ситидің нақтырақ Пептің қорқынышты түсі осы жылы Тухель болуы мүмкін. Себебі биылғы Челсиге қарсы 4 матчтың 3-ін зейнеткерлер жеңді. Жалпы клубта маусым ортасынан бастап тізгіндеген Тухель Челсиді нағыз әлемдік гранд сатысына қайта көтерді десек те болады. Еуропа лигасында көпшіліктің фавориті Вильяреал емес, MU болса да, Унай Эмери турнир кімге тиесілі екенін кезекті мәрте дәлелдеп өтті. Жалпы финалдық матчте де көрсеткен ойынымен де Эмери кубоктық матчтардың бапкер екенін көрсетті. Себебі биылғы чемпиондар лигасының топтық кезеңінде олар MU-ды ұта алмады. Ал 1-8 финалдық матчтердің жеребесінде биыл УЕФА қызметкерлері оңбай қателесіп, шарлардың орнын ауыстырып, жеребені тарихта алғаш рет екінші мәрте тартты. Биылғы айналымда Барселона 17 жылдан бері алғаш рет топтан шықпай Еуропа лигасын ашты. Ал сіздердің турнирді ұтуы мүмкін фавориттеріңізге пікірлеріңізді комментарийге күтемін. Пандемияның кесірінен биылғы жылға шегертілген Еуропа чемпионаты да өте қызықты өтті. Турнир Еуропаның 11 мемлекетінде өткізіліп, әр матчке орташа есеппен 20 мың жанкүйер кіргізілді. Уэмблиде өткен финал өте тартысты болып, итальяндықтар пенальти сериясында сәл мықтырақ болды.
Аталған турнирде Данияның басты жұлдыздарының бірі Кристиан Эриксон жан тапсыруға сәл қалды. Өткен аптада Кристиан Интермен арадағы келісімін бұзып, дәл Серхио Агуэро сияқты мансабын аяқтауы мүмкін. Еуромен қатар өткен Копа Америкада тағдыр әр заттың қарызын міндетті түрде қайтаратынын дәлелдеп кетті. Қатарынан 4 ұтылған финалнан кейін Лео Месси ақыры ұлттық құрамасымен жүлде бағындыра білді. Бұл жүлдені әріптестері Лео Месси үшін алып беретіндерін турнир бойы айтып, өте қатты тырысса да статистика бойынша Коппада өте көп жүгірмеген Лео үшін бұл алтын допты тұтуда үлкен аргумент болды. Өзге лигалардан бәрін біл, өз чемпионатыңды құрметте демекші, Қазақстан премьер-лигасына тоқталсақ, биылғы сенсацияны қостанайлық Тобыл футбол клубы көрсетті. Ағымдағы жылда Александр Москаленко тізгіндеген ойыншылар 61 ұпаймен Астананы озып екінші чемпиондық жүлделерін ұтты. Қайратқа алматылықтар 16 жыл көткен чемпиондықты сыйлап, лигаға үлкен үлесін қосқан Вагнер Лав атты легионер биыл клубтан кетуді шешті. Десе де Лав қосқан үлесіне бөлек Қайратқа Қазақстан кубогын сыйлап өте әдемі кетті. Қарағандылық Шахтерға қарсы дәл сол тартысты фантастикалық матчте Вагнер дубль авторы атанды. Ұлттық құрамамыз биыл сәл ренжітсе де бұл матч жайлы пікірімді дәл осы бейнероликте толық жеткіздім. Десе де әр заттың әрқашан жақсы жағында көре білу қажет. Мәселен, осы жейдеде біз француздардан 8-0 есебімен ұтылсақ та, олар немес дәл біздің кеудеміздегі таңбамыз футзалдан әлем чемпионатының жартылай финалында күресті. Және дәл біздің құрама турнирдің үздік командасы болды. Португалияға қарсы сәл сәттілік жетіспей есе жіберсек те, біз соңына дейін күресі барлық әлемге ғажайып камбэктің эмоциясын сыйға тарттық. Ал біздің Игита, Дуглас, Біржан Оразов, Дәурен Тұрсағұлов, Тайнан, Кнауп, Ақбалықов, Есен Аманов, Нұрғожин сияқты жігіттеріміз әлемдік жұлдыздар саналып сәл тырыссақ, бізде футбол элитасы бола алатынымызды дәлелдеді. Енді алдағы Еврода бізге сәттілік ендігі серік болады деген үміттеміз. Биылғы жылдың басты оқиғаларына тек қана сенсациялық нәтижелерді емес, топ трансферлерді де қосуға болады. Ағымдағы жазға ауысым нағыз бомба болып, бізге топ ауысымдарды сыйға тартты. ПСЖ-ға биыл Евронын үздік қақпашысы Донарума, Интерден Ашраф Хакими, Реалдан Серхио Рамос, Ливерпулден Вейналдум келді. МЮ-ге Варан мен Санчо, Реалға Алаба, Ситиге Грилиш, Челсиге Лукаку, Барселонаға Депай мен Агуэро ауысса, жылдың ең басты сенсациялық ауысымдар әрине Лео мен Криштан трансферлері атанды. Камп Ноуда өткізген 18 жылдан кейін Лео каталондықтармен жаңа келісімге отыра алмай, Пари Сан-Жермен сапына ауысса, Криштиану Роналду өзін супер жұлдыз қылған Манчестер Юнайтедке оралды. Мбаппенің Реалға ауысымына өте аз қалса да, париждіктер соңғы сәтте оны сатудан бас тартып, ойыншыны алып қалуды шешті. Килиан клубпен келісімін ұзартпай Бернабеуге көшкісі келетінін ашық жеткізсе де. Жылдың соңы өте күлкілі екінші мәрте ойнатылған жеребеден бөлек сәл әділетсіз алтын доп жүлдесімен ерекшеленді. Лео Месси әрине тарихтағы үздіктердің бірі. Бірақ оның соңғы 5 жылдағы алаңдағы әрекеті алтын допқа лайықты деп есептелетін амалдардан емес. Левандовский соңғы 2 жыл шынымен де Баварияның барлық триумфтарына өзінің сұрмергенді қабілетімен үлесін қосты. Десе де УЕФА-ға бұған қарағанда жеке имидждік танымалдылық маңыздырақ аргумент сияқты. Ағымдағы аяқталуға сәл қалған жылдың бас оқиғаларына тағы 2 апта өмір сүріп болмай қалған Суперлиганың жырын, ойда жоқта әлемнің ең бай клубы атанып кеткен Ньюкасл Юнайтедтің оқиғасын және көптеген басқа да оқиғаларды қосуға болатын еді. Алайда оның әр қайсысына жеке бейнероликтер шыққан, сондықтан оны қайталай берудің қажеті болмас. Келесі жылы Алла қаласа пандемия деген ұғымды ақырындап ұмытып футболдың сенсацияларынан үлкен эмоциялар аламыз деген үміттеміз. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында. But now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through